жаңадан соғылып жатқан мектептердегі жағдай бөлек. Бұл жерде мына дәретханалар барлық адамдардың көз алдында болу керек. Бұрынғы жаңағы білім мекемелеріндегі дәретханалардың орналасуы көбіне түпкір жерлерде, жаңағы адам көзі тасадан аулақтау жерде орналастырған болатын тұғын. Ал қазіргі жаңадан соғылып жатқан мектептердегі әжетханалардың орналасуы тиісінше адамның көп жүретін, көзге көп түсетін жерлерге қарай ығысып жатқандығын көріп отырсыздар. Сондықтан да бұл жерде әртүрлі жаңағы ұстанымдар болуы тиіс. Ең бастысы бұл жерде камера емес, ең бастысы бұл жерде балалардың жаңағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты туындау керек. Бірақ бірденен осы мына қазіргі жағдайды пайдалана отырып айтқым келетіндігі, біз жаңағы ары қарай оны бүлдіріп алмай, әжетхананың ішіне дейін камера қойып жатқанын мен естіп жатырмын. Олай болмайды. Бұл тиісті құқықты бұзатындығы белгілі. Сондықтан бұл жерде тек қана камера қоюмен емес, балалар арасындағы жаңа достастық пиғылды, мейірімділікті дамытуға біз қаттырақ көңіл бөлуіміз керек. Және бұл бағыттағы жұмысты күшейтуіміз керек. Тек қана жаңағы бақылау, бағдарлау ісімен ғана, күшейту ісімен ғана айналысу бұл жеткілікті деп есептемеймін, және бұл 100% нәтиже береді деп те ойламаймын. Сондықтан камерадан бөлек біз осы балалардың ішіндегі тәрбиеге, мейірімділікке, бір-біріне қолдау көрсетуге, бауырмалдылыққа баулуды күшейтуіміз керек. Және бұл бағытта ата-аналардың да арасында осындай жұмысты жүргізуді қолға алып жатырмыз.